Баршаңызға қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Бүгін осындай ыстық қайнатпалы классический крем жасаймыз. Ол үшін бізге 800 мг сүт керек. Оған 100 грамм қант қосамыз. Келесі кезекте біздерде 2 жұмыртқа. Жұмыртқаны шағып, массамыздың үстіне саламыз. Ал енді жүгері крахмалын немесе ұн қосамыз. Менде мына жерде видеода жүгері крахмалы 6 ас қасық саламыз. Ал енді осы салған массамыздың барлығын бір келкі болғанша әбден араластырамыз венчиктің көмегімен. Ванилин қалауыңызша, егерде салғыңыз келсе, крем қайнамастан бұрын да салуға болады, немесе крем әбден дайын болған кезде салуға да болады. Мен мына видеода мына жерде крем қайнамастан бұрын алдын ала салып жібердім. Дайын болған массамызды баяу газға немесе плиткаға осылай қайнатып аламыз. Қайнау барысында міндетті түрде араластырып тұрыңыз, өйткені түбіне крахмал жабысып қалуы мүмкін, креміміз шықпай қалады. Сондықтан да үнемі араластырасыз. Видеода байқап тұрсаңыз, достар, креміміз қоюланып келе жатыр, бірақ бұл крем әлі дайын емес, сондықтан да әбден креміміз қайнағанша араластырамыз. Енді байқап тұрсаңыз, креміміз бүлкілдеп қайнап жатыр. Осы кезде креміміз дайын деп есептеуге болады, және де газдың астын өшіреміз. Креміміз ыстық күйінде үстіне 100 грамм сары майымызды салып, әбден араластырып ертеміз сары майымызды. Біздің креміміз дайын болып қалды. Әбден майы ергеннен кейін медовик немесе Наполеон сияқты торттардың ортасына жағуға болады. Яғни бұл крем қайнатпалы ыстық крем. Тортыңызға осы кремді пайдалансаңыз, сіздің тортыңыз жарты сағаттың ішінде дайын болады. Ал рецепт ұнаса, достар, мені қолдап кетулеріңізді сұраймын. Лайк басыңыздар, маған тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.